бүгінгі біздің жұмысымыз мына жерге лиса құруымыз керек болады. Жұмыс бастардың алдында инструктаж өтеді бұнда. Жұмысты қалай пландау керек, қалай құрылу керек, қандай кедергілері бар, бәрін жұмыс бастардың алдында түсіндіріп, сол бойынша басталады. Сол лисаға келген адамда бәрін оқуы, сол бойынша маман бойынша сол корчикілер болу керек, соған бекітілген оқу болу керек. Мына жерге келгеннен кейін манаға үстелдегі поясы, кілті, ремешегі, касканың ремешегі болу керек. Соның бәрін көз жеткізіп алғаннан кейін ограждение қоршау керек. Ешкім кірмеу керек бұл жерге. Жұмыс оңай емес. Бұл бекітілген сайын жұмыс ауырлай түседі. Бұған әлсіздік керек емес. Құлау қаупі бар. Материал түсіріп алу қаупі бар. Бір-біріне материал бергенде көз жеткізу керек. Жұмыс бабына келгенде бұл лисаның салмағына байланысты, адам тұратыны бөлек, груз көтеретіні бөлек. Сол себептен бұл жұмыстар ауыр. Мұқият болмаса, жұмыс биіктеген сайын жұмысы қиындай түседі. Ең биіктеген лисалар 15 метр. Енді одан ары қарай жұмысқа байланысты зат болса 25-30 солай көтеріле береді.